Қамырға 3 жұмыртқа қосамыз. Bir шымшым тұз, жарты қасық сода, bir çay kaşık қамыр көпсіткіші, 1 стакан қант, 180 грамм жұмсақ сары май, 3 стакан ұннан қамыр елейміз. Қамырды екіге бөліп, жайып, 250 градус духовкада 10 минут қызарғанша пісіреміз. Пирогке енді джем дайындаймыз. Джем үшін бізге 3 апельсин, жарты лимон қажет болады. Оларды мясорубкадан өткізіп, 2 стакан қант салып, 20 минут қайнатамыз. Қорждарға джем жағып, қант ұнтағымен безендіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.